Арайлым, бүгінгі мына білім жолында бастаған ең алғашқы додаңа қатысқан отырсың. Осы додада жол болып қазіргі білімді іздендіру жағдайында интеграциялық үдерістер күшейтіліп, интеграция жетекші доминантты тенденция болып табылады дейді. Интеграция бұл процесс, өзара байланысты интеграция оқу процесінің ізгілендіру, адам тұлғасының ең жоғары құндылық ретінде дамыту арқылы жүзеге асырылады. Интеграцияның екі аспектісі бар екен, яғни ол ішкі және сыртқы. Әрине сыртқы білім алу ол адамның жан дүниесін, рухани адамгершілігін байыту. Ал енді биология пәні бойынша ол интеграция оқушының тірі табиғатпен байланысы, ол сол өзін ұстаныммен биология пәнін ұштастыра отырып, интеграцияны ұштастыра отырып, өзінің білімін ары қарай шыңдалу үшін міндетті түрде ол тірі табиғатқа жақсы көзқараспен тірі табиғаттың әдемілігіне, әсемділігіне байланыстырып өмір сүру болып табылады екен. Осыған байланысты өзін-өзі танымның басқа пәндермен ықпалдастыру арқылы басқа оқу пәндерінің мазмұнын, құндылықтың мәнін күшейту болып табылады екен. Ары қарай бұл өзін-өзі тану пәні басқа пәндерге қарағанда адамның жан дүниесін, болмысын қалыптастыруға үлкен рөл атқарады. Рухани адамгершілік болмысын жарыққа шығару, ол біртұтас білім арқылы, яғни барлық пәндермен ұштастыра отырып, сол пәндерге байланысты оқушының қызығушылығын жоғарылату болып табылады екен. Енді өзін-өзі тану пәні биологиямен ұштастырып отырмыз қазіргі кезеңде екеуміз. Соған байланысты биология тірі табиғатты оқытатын болса, ал енді өзін-өзі тану баланың сол тірі табиғатқа деген көзқарасшылығын қалыптастыру деп ойлаймын. Ары қарай енді бізде интеграция бұл жерде интеграция үдерісі, біріктіру, қалыпқа келтіру деген мағынаны білдіреді екен. Осыған байланысты бізде биологиямен ұштастыратын болсақ, өзін-өзі тануды. Сендерде өзін-өзі тану оқулығында дәйек сөз дейтін сөздер бар. Мысалы, дәйек сөздер өте керемет келтірілген дәйек сөздер. Табиғатпен де, адамның жаңағы болмысын да, сол жердегі дәйек сөздер өмірден алынған ба деп ойлаймын. Мысалы, өмірден адам қатты қиналып алады ғой, сол кезде сол өмірден алып, сол дәйек сөзді оқушы немесе басқа да жас ұрпақ дәйек сөзді оқи отырып өмірінің бір мақсат ретінде қойса жақсы болады деп ойлаймын. Интеллектуалды адам оқу білім алу үшін алдымен қоршаған деген табиғат құбылыстарын білу керек. Табиғат құбылыстары дейтініміз міне бұл жерде биологиямен ұштастырсаң сабақ барысында. Мысалға, алма ағашы деп, алма ағашында жемісі қалай піседі, оны біз жемісті қалай сипаттаймыз деген сияқты. Бұл жемістің дәмі қандай деген сияқты. Өте тәтті деп айтылады ғой, сонда тәттілігіне де мақал мәтелдермен де жеткізе білсең, бұл да тек қана биология емес, басқа да тіл мамандарымен де ұштасып кетеді. Пәні мен мектептегі басқа пәндер интеграциялау үдерісі кезінде мына қағидаттарды басшылыққа алу керексің. Әрине, ең бірінші жалпы адамзаттылық құндылық. Оқыту үдерісінде тұлғаның өзін-өзі айқындау және өзін-өзін дамыту қағидаты, бірлік қағидаты, оқушылардың ғылыми зерттеу шығармашылығын шабыттандыру қағидаты, әлеуметтік ынтымақтастық немесе қоғамға қызмет ету қағидаты, позитивтік қағидаты, мәдени сәйкестілік қағидаты, табиғи сәйкестілік қағидатын сен ұштастыруың керек екенсің. Енді осы жерден қайтадан жерге тоқтап кетейік. Оқушылардың ғылыми зерттеу шығармашылығын шабыттандыру қағидаты дегенде, яғни осы жерде тек қана биология емес, басқа да пәндер, қазақ әдебиетімен де ұштастырсаң болады. Ақын жазушылардың өлең жырлары, мысалы, табиғатқа деген әсем жырлар көп қой. Абай атамыздың мысалға 4 мезгілге арналған өлең шумақтары бар. Сонымен бірге басқа да Сәкен Сейфуллиннің де көптеген ақын жазушылар сол табиғатқа байланыстырып өзінің шығармашылықтарын шабыттандыру қағидатында, шабыттандыру мақсатында жүргізілген өлең жырлары бар. Сонда осы жерде сен тек қана өзін-өзі тану емес, биологияның жаңағы қыс мезгіліне байланысты жануарлар қалай тіршілік етеді, көктем айында жаңағы тірі табиғат тіріледі, ондай жерде қандай болады, осының бәрі өлеңде, өлең жолдары арқылы, шумақтар арқылы берілген. Сонда сен тек қана биология емес, қазақ әдебиетіне байланыстырсаң. Өзін-өзі тану пәнінің басқа пәндермен интеграциясы ол ең алдымен мектептегі білімді жандандыру, оның рухани адамгершілік болмысын жарыққа шығару. Ол біртұтас білім.
барлық пәндерді мәңгілік жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде жинақтап және әр алуандылықтың біртұтастығын көре білу. Мәңгілік жалпы адамзаттық құндылықтар білім берудің ошағына айналу керек. Оқу-әдістемелік кешеннің барлық компоненттері өзара байланысты. Өзін ұстану бағдарламасында шаттық шеңбері, әңгімелесу, дәйек сөз, тыныштық сәті және де сергіту сәті, шығармашылық жұмыс, жүректен жүрекке атты әдіс-тәсілдері арқылы жүзеге асырылады. Өзін ұстану пәнінде күнделікті сабақты жағымды күйге келу, яғни тыныштық сәтінен бастайды. Тыныштық сәтінде әрбір оқушы өзінің ішкі әлеуетін және де рухани адамгершілік құндылықтар негізіндегі жоғары адамгершілік мәнін ашуға жағдай жасайды. Шаттық шеңберінің педагогикалық мәні әрбір бала өзіне таныс үлкен достық шеңберіне қабылданғанын сезінеді. Өзіне сенімі артып және өзгелердің де сеніміне ие бола алады. Дәйек сөз балалардың танымдық белсенділігін арттыруға, оқу материалын эмоционалды бейнелі қабылдауына ықпал етеді. Әңгімелеу, яғни оқуға айту. Оқиғаны әңгімелеп айту кезінде балалар тыңдау мен естуге, сезіну мен түсініп түйсінуге, ойлану мен пайымдауға, үйрене отырып руханилыққа терең бойлап, адамгершілік қасиеттерді бойына сіңіреді. Шығармашылық жұмыс. Шығармашылық тапсырмаларды орындаудағы негізгі мақсат балалардың қызығушылығын туғызу. Бір-бірімен қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Ойлау қабілетін қалыптастыру. Өз іс-әрекетінің нәтижесін білуге баулу. Шығармашылықтың арқасында оқушылардың өзіне деген сенімділік сезімі нығаяды. Ынтымақтастық, іс-әрекеттегі келісімділік дамиды. Сергіту сәті. Шаршағанды ұмыттыруға, жалығуды болдырмауға, денеге түскен күшті төмендетуге қажетті өзін-өзі тану сабақтарының компоненті. Бұл жұмыс олардың белсенділігін арттыру үшін қолданылады. Осы тәсілді қолдану топта жақсы көңіл күй тудырады. Музыка және топта ән айту. Бұл әдісті қолдану құндылықтардың ықпалын тереңдетеді. Балалардың жүрегін қуанышқа, шаттыққа бөлейді. Көңіл күйін көтереді. Денсаулығын жақсартады. Ақылын, ойын, сезімін шабыттандырады. Білім беру ұйымдарында барлық пәндерді оқытуды, олардың мазмұнын рухани тәрбиемен сабақтастыра, интеграциялап оқытудың маңызы зор екендігіне көз жеткіздік. Бұл пәнді оқу арқылы адам өзінің мінез-құлқы мен қоршаған ортаға қарым-қатынасын жақсы жаққа қарай өзгерте алады. Сол арқылы өзгені де өз арнасына тарта алады. Әлемде болып жатқан барлық жақсылыққа жаршы бола алады. Ал ол жақсылықты жасаған адам қалған 1000 адамға үлгі бола алады. Өзін-өзі тану, жаратылыстану және гуманитарлық бағыттағы барлық пәндермен тығыз байланысты интеграциялап өткізудің тәрбиелік, тағылымдық маңызы зор.